Біз өз қолымызбенен өзіміздің дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары, яғни газет, журналдарды жабылуға немесе жойылуға әкеле жатырмыз осы. Осыған қатысты не айтар едіңіз? Мал қорасы жанында тұрған болмаса, Времянкіде тұрып жатқан адам Қазақстан экономикасының жетістігі туралы қайтып жазады. Әміржан Қосанов. Әміржан, сіз ойлаңыз, қазақтың журналисі 3-4 баласымен өзі пәтерде тұр. Таланттар кетіп жатыр дейсіз сол. 4 блогер бар дейді. Бүкіл жұмысымыз таңертең осы 4-еу біз туралы не жазады? Толықтырулар енгізілуі мүмкін дедіңіз ғой. Ол шын мәнінде мүмкін ғой. Біз бір пафосный нәрсе сияқты елге қызмет ету дегенше. Бірақ шын мәнінде одан басқа жолың жоқ қой. Нұртөреға қош келдіңіз. Уақытыңызды бөліп, шақыртуымызды қабыл алып келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Рахмет. Енді сіз халық қалаусыз ғой. Сол себептен халықты толғандырып, алаңдатып жүрген маңызды мәселеден бастайық, бірінші сұрағымызды. Жақында журналист мәртебесі туралы арнайы заң қабылдауды ұсынып, депутаттық сауал жолдаған едіңіз. Бірақ сіздің ұсынысыңызды кеше ғана орындаушы билік қажеттілігі жоқ деп танытты. Осыған қатысты не айтар едіңіз? Рас, біріншіден мен Қазақстан үкіметінің басшысы Асқар Маминнің атына депутаттық сауал жолдадым. Оған түрткі болған нәрсе осы еліміздегі журналистердің, яғни әріптестеріміздің жағдайы. Пандемия басталғалы бері дәрігерлер қалай жұмыс жасаса, басқа да осы атқарушы биліктің қалай жұмыс жасап жатқан елдің көз алдында ғой. Журналистер де сол алдыңғы шепте жұмыс жасап жатыр. 24 сағат ауырып қаламын-ау, басқа болады-ау деместен басын қатерге тігіп, сол ауруханадан да, сол дәрігерлік жедел жәрдем орындарынан да, басқа да жағдайлардан осы дерттің алдын алу, сақтану, қорғану деген мәселелердің бәрінде де біздің әріптестеріміз енді ажалға басын байлап жұмыс жасады деп айту керек. Ашық айту керек. Дәрігерлердің өзі ауырды. Ауырған дәрігерлерге үкімет тарапынан 2 миллион теңгеде алғашқы кезде жәрдем берілді. Дәрігерлер де қайтыс болды осы аурудан. Қайтыс болған дәрігерлерге 10 миллион теңге көлемінде сол мемлекет тарапынан жәрдем берілді. Журналистерге қарайық. Тура солай жұмыс жасап жатқанда біздің де журналисі бар, жазушысы бар, 400-ден астам біздің қалам ұстаған әріптестеріміз осы ковидтің салдарынан өмірден өтіп кетті. Дәл сондай жағдай жасалды ма журналистерге? Дәл сондай қамқорлық көрсетілді ме? Жоқ, өкінішке орай. Бұл бір ғана бұл денсаулықтан бастап отырмын. Осымен бірге біздің әріптестеріміздің әлеуметтік жағдай деген нәрсе бар. Мәселен, журналистердің баспана алуы. Жақында ғана Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов мырза осы қаладағы 29 жасқа дейінгі жастарға арналған тұрғын үй алу бағдарламасын жасады жаңадан. Енді осы бағдарламаға қосылуға, тіркелуге, содан үмітті болып үй алуға біздің журналист әріптестеріміз қосыла алмайды. Неге? Себебі жалпы мына еңбек кодексінде де мемлекеттік мына реестр деген болады, қызметтің тіркеген мамандықтарын тіркейтін реестрінде журналист деген аты жоқ, оның тіркелмеген еш жерде жоқ. Бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бар. Сол заңда журналист ақпарат алушы, өңдеуші, таратушы деген ғана құқықтық міндеттері жазылған. Кәсіби маман ретінде. Енді әлеуметтік жағдай қалай? Біз өзіміз жазбайтын тақырыбымыз жоқ. Көтермейтін мәселеміз жоқ. Біз шахтер туралы да жазамыз, біз актер туралы да жазамыз. Біз өмірдің сан саласында осы журналист әріптестердің мысалға қозғамайтын мәселесі жоқ. Бірақ өзінің жағдайын кім көтереді? Сол әріптестеріміздің әлеуметтік жағдайын дұрыстауға бір ниет, болмаса мойын бұру деген нәрсе бола ма, болмай ма деген ойлар сол кернеп келді да, сол депутат сауал жолдады. Енді өзімнің ұсынысым әрине мысалы ұстаздар мәртебесі деген арнайы заң қабылданды. Сол арқылы қазір ұстаздардың
қоғамдағы орны көтерілді. Дипломын алып базарға шығып кеткен мұғалімдер қазір осы заңның арқасында қайтадан сол ұстаздық өзінің кәдімгі кәсіби мамандығына оралып жатыр. Қазір мектептерде осы білім ошақтарына оралған осындай азаматтар өте көбейді. Неге? Өйткені ұстаздың қоғамдық мәртебесі көтерілді. Журналистикадан да кетіп қалған адамдар көп. Журналистиканы тастап кеткен жас мамандар бар. Таланттар кетіп жатыр дейсіз ғой. Енді ойлайық, аудандық газеттер бар, қалалық газеттер бар, республикалық газеттер бар. Солардың бәрінің егер былай жас жағынан алып қарасаңыз, қазір жас толқынның келуі азайды журналистикаға. Сол аудандық газетте, облыстық газетте, қалалық газетте, республикалық газеттерде жасы енді 35-тен асып кеткен адамдар көбірек жұмыс жасайды. Мысалы, жастардың көбісі телевидениеға барғысы келеді. Тележұлдыз болғысы келеді. Ол түсінікті, онда түсіністікпен қабылдауға болады. Жастарымыздың енді танымал болғаны, эфирде енді қаражат жағынан, бәлкім жұмыс жағдайынан жағдайының дұрыс болғаны ол да керек шығар. Жалпы менің білуімде осы журналистика саласында талай мына басқа мамандықтарда еңбекақы көтерілгенмен біздің журналистердің жалақысы айтарлықтай көтерілді деп мен айта алмаймын. Бұл бір. Екіншіден бұрын қаламақы деген болатын кеңестік кезеңде. Қаламақы ол журналистің жазған шығармашылық еңбегіне берілетін енді қойылатын қосымша ақы. Сол үшін ынталанатын, сол үшін қаламақыны есептеп отырып, менің мынандай жағдайымды әйтеуір түзеуге көмектеседі деп жұмыс істейді. Қазір көптеген редакцияларда қаламақы деген қысқарды, тіпті атымен алып тасталды, кейбір жерлерде жоқ қаламақы. Енді шығармашылық жұмыс қалай бағалану керек? Бұл ойменен, мименен, ақылменен, жүрекпенен, жүректің толқынысы арқылы келетін нәрсе ғой. Неге екінің бірі отыра қалып мақала жазбайды? Ойланайықшы. Неге таксист жазбайды? Неге етікші жазбайды? Бұл Құдайдың берген бір жақсы қабілет, қасиеті деп ойлаймын. Енді осындай жұмыстың өзінің бағасы болу керек. Бір, екіншіден мамандықтың орны болу керек, қадірі болу керек. Қазір журналист деген бір кейде мен енді жас журналистерге бір әлгі шеберлік сағаттар деген болады ғой, сондай қатысқан сұрақ қоямын. Газетке барғыларың келетін қанша журналист қолдарын көтеріңдерші. Бір адам қол көтерсе ырзасыз. 50 баладан оқып атқан. Неге? Демек, біз өз қолымызбенен өзіміздің дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдары, яғни газет, журналдарды жабылуға немесе жойылуға әкеле жатырмыз осымен. Енді жас толқын бармайды ол жерге. Енді осының барлығын заң бекітіп жаңағыдай мемлекет тұрғысынан реттеу керек деп осы заңды ұсындыңыз ғой сізді? Бұл заңды заң жобасын, сондай заң жобасын жасау керек деген нәрсені көтергем. Енді кеше ғана жауап келді. Оның алдында ақпарат және қоғамдық даму министрі Аида Балаеваның жауабы іле-шала 3 күн өткеннен кейін келді. Сосын енді үкімет басшысының ресми жауабы келді. Жауапта бір қарасаң мен көтерген мәселеме қарсылық жоқ. Бірақ арнайы журналист мәртебесі туралы заң қабылдауды қажет деп есептемеймін. Өйткені бізде бұқаралық ақпарат құралдары туралы заң бар деп ол кісі айтып отыр. Жарайды. Бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды арнайы заң қабылданбаса да, бар заңды енді тиісті толықтырулар мен өзгертулер енгізу деген мәселе тағы бар. Осы жағынан келген кезде біз жаңағы әлеуметтік мәселелерді қозғауға, көтеруге, ары қарай осының бір нәтиже шығатындай бағытта болған. Осы тарапта мен өзім жұмыс істеп жатырмын. Енді бір мәселе. Мен 90-шы жылдары әлі күнге дейін есімде Қажыгелдин үкіметінің кезінде бір мәселе көтерілді осылай. Экономикалық реформа жүріп жатыр. Бірақ орыс газеттері экономикалық тақырыбын жақсы көтереді да, қазақ басылымдары жазбайды. Экономикалық реформаларды көрсетпейді деген бір әңгіме айтылды біздің бас редакторларға сол кезде. Сол кезде мен айттым, баспасөз хатшысы жасыратым жоқ, Әміржан Қосанов. Әміржан, сіз ойлаңыз, қазақтың журналисі 3-4 баласымен өзі пәтерде тұр. Ол пәтер төбесінен су сорғалап, мұз өтіп, астынан сыз өтіп тұрған пәтер. Біреудің анау
мал қорасы жанында тұрған, болмаса времянкада тұрып жатқан адам Қазақстан экономикасының жетістігі туралы қайтып жазады. Алдымен жағдай жасау керек дейсің. Жағдайы оңбай тұрғанда ол менің елім жарқырап дамып жатыр деп қайтып жазады. Жазар әйтеуір толтыру үшін газеттің бетін, болмаса, бірақ ол шын жүректен соған ол тілектес болып отқан жоқ қой. Ішінде оның өкпе бар ғой, оның ішінде арман бар ғой, баспаналы болсам деген. Міне сол алғашқы сол 90 жылдардан бастап осы күнге дейін біздің журналист мамандығының мәртебесі толық анықталмаған, айқындалмағанның салдарынан біз ешқандай санатқа жатпаймыз. Сол мәселені мен айтқан кезде ол Әміржанның өзі ештеңе дей алмады. Өйткені нақты жағдай, қазақ баспасөзінің жағдайы сондай еді. Пәтерде тұрып, сіз елдің дамуы туралы қалай жазасыз? Содан бері еш нәрсе өзгерген жоқ. Содан бергі мәселенің барлығы жиналып, қордаланып, қазір жинақталды. Жарайды, осы көтерген депутат сауал арқылы келесі жылы, яғни 22-ші жылы бұқаралық ақпараттық коммуникациялар туралы жаңа заңның жобасы әзірленеді деп біздің министрлігіміз маған жауап беріп отыр. Жақсы. Енді осыған кім атсалысу керек? Құр мен енді депутат ретінде, журналист ретінде бұрынғы мәселені көтерген менің ғана шаруам ба бұл? Осыған барлық журналист мамандығын алған азаматтардың әрқайсысы дабыл қағып, хат жазып, ұсыныс жасап, жыламаған балаға емшек бермейді дейді ма қазақ? Міне осындай ұйымшылдықпенен өз мәселемізді өзіміз дұрыстап алмасақ, ешкім дұрыстап бермейді оны жағдайды. Ағайын, мындай сұрақ болып тұр менде. Мына толықтырулар енгізілуі мүмкін дедіңіз ғой. Ол шын мәнінде мүмкін ғой да, осы әлеуметтік мәселелерге байланысты журналистің. Енді біз бар мына заңның аясында жұмыс істегеннен кейін бәрін заңда құқықтық негізде реттеуге тырысуымыз керек, ұмтылуымыз керек, Осы тұрғыдан алғанда біздің әріптестеріміздің өзі көбіне бейжай немқұрайды болып қалатын, сол мен қарным ашатын бір нәрсе сол. Сіздің әріптесіңіз жақында Нұр Отан партиясының депутаты Нұрлыбек Ожаев деген азамат сот процестерін бақта және әлеуметтік желілерде жариялауға тыйым салуды ұсынған еді. Бұл жалпы бақтың құқығын шектеу емес пе? Енді қандай мақсатпенен көтергенін мен білмеймін анық, бірақ енді негізгі бір мәселе біздің конституциямызда жазылған шығармашылық еркіндікке, сөз бостандығына кепілдік берілген. Демек, осыдан шығатын қорытынды кез келген журналистің қызмет жасау ісі, яғни ақпарат алу, тарату, басқа мәселелерге тыйым салуға еш уақытта болмайды. Жалпы мына тыйым салу дегеннің өзі екінші жағы бар. Қазір әлеуметтік желі бар. Жарайды, сіз мемлекеттік басылымда жұмыс істеп, сізге тыйым салды. Бірақ бәрібір әлеуметтік желіде ол мәселе көтерілмей тұрмайды. Ал енді нақты сот мәселесі, әрине сот оны көп адам сотқа ықпал етіп деп қабылдауы мүмкін. Жаңағы жарияланымдар, зерттеу, журналистік зерттеу деген бар. Бір нәрсе, кез келген мемлекеттің дамуы да, тұрақты тұруы да, өмір сүруі де әділеттілік деген мәселеге байланысты болады. Ал енді сотқа барған кезде, осы әділеттілік қағидаты бұзылған кезде, соттан әділдік таппаған адамдар қайда келеді? Редакцияларға келеді. Неге? Ең соңғы инстанцияның бірі осы бұқаралық ақпарат құралдары. Халыққа жеткізу. Мына жерде бұрмаланды, мына жерде дұрыс болмады, мына жерде қайта қарау керек деген мәселенің барлығын осы бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көтеріледі бұл мәселе. Сондықтан да сот, әрине соттың жұмысы ол әділ шешім шығару. Бірақ сотқа дейінгі процестерде, яғни сот залын, кезінде кеңес кезінде де болды, сот залынан дегенде репортаждар болды. Соттың жүру барысының өзі жария болу керек, көп жағдайда. Ал енді соның бәрін жауып тастасақ, сотқа дейінгі жарияланымдар болмайтын болса, мысалы, нақақтан нақақ айталық, біреу күйіп баратса, ол қалай дәлелдейді, қалай кімге жүгінеді? Осы жағын ойлады ма екен сол әріптесіміз? Сондықтан да жалпы бұл бір нәрсеге ғана тіреліп тұрған жоқ. Бұл жерде қоғамның ашықтығы деген бар. Бір, екіншіден мемлекетіміздің басшысы қойып отырған еститін үкімет қағидасы деген қағидаға жаңағы мәселе қайшы келетін сияқты болып көрінеді маған. Аға, осы мына соңғы уақыттарда блогерлер көбейіп кетті ғой. Кез келген адам оқымастан, жоғары оқу орнын бітірместен өзін блогермін деп жариялай салады.
Ал журналист болу үшін, атану үшін білім алу керек, міндетті түрде жоғары оқу орнын бітіру керек, одан қалса тәжірибе жинау керек, сөйтіп бірнеше сатыдан өтуге тура келеді. Ал қазіргі заманда ол заманның талабы ма, бірақ блогерлердің несі басым түсіп отыр. Қаражат жағынан да, басқа жағынан да, аудитория жағынан да, тіпті оларды былай қойған кезде, олар біздің журналистердің еңбегімен жазылған материалдарға сілтеме көрсетпей қалатын кездер болады, авторын жазбай қалатын кездер болады. Осы жөнінде мемлекет тұрғысынан жалпы осыны бірізділікке түсіретін, реттейтін заң қажет емес пе? Енді блогерлер туралы әңгіме көп. Жалпы оны енді журналист мамандығын алған адамдарменен блогерлердің арасын ажыратып көрсеткісі келетіндер де көп. Қоғамда әртүрлі пікір бар, әртүрлі көзқарас бар. Бірақ мына жаңа медиа деген нәрсе қазір өмірімізге келді. Қалайық, қаламайық, ол дәстүрлі бұқаралық ақпарат құралдарына басында ол бәсекелес деп қабылданды. Одан кейін баламалы ақпарат таратушы ретінде қабылданды. Бірақ блогерліктің бұл енді заман солай. Бұл әлеуметтік желіні ешкім алақанымен жауып басып тастай алмайды, болмаса үнін өшіріп тастай алмайды. Кейде мысалы газеттерде, теледидарда жылдар бойы көтерілмей жатқан мәселеде кейбір блогердің бір жазбасынан ана дүние төңкеріліп түскендей дереу осы әкімдік, министрлік осындай бір нелерге де әрекетке көшіп, осы тереу сол мәселені шешіп тастайтын. Кей жерде бір жол жөнделмей жатса, жол жөнделмей, кейде бірдеңе әлеуметтік желіге қойса, бұл осы жағынан алған кезде біраз жақсылықтар да бар, тез шешіледі мәселе. Мен жай ғана өз басыма айтайын, бір қалалық 8 дейміз ғой, байланыс керек болып кезінде осы Қазақтелекомға жүгіндім, өтінішін бердім. Бір күн үйде болыңыз деді, бір күн жұмысқа қалып тостым, екінші күн тағы тостым. Енді жұмыстан диет сұрана бергенге. Сосын әлеуметтік, мені Facebook дегенге, біз қартайған адамдарға бізге бір түрлі, бірақ сонда да жаздым ана жерге отырып осылай. Құдай-ау, бір жарты сағат 30 минут өткен жоқ. Дереу мен ұялы телефоныма байланысқа шығып, қандай мәселе, бізге неге айтпадыңыз? Мен баспасөз хатшысы едім, мен пәленше едім. Дереу шешілді жаңа мәселе. Сонда мен 40 жыл журналист болып, газет шығарып, жаңа ақтер, көктер жұмыс істеп жүргеннің барлығы ананың қасында түк те болмай қалды анау. Бірақ кішкентай ғана сөз жаздым. Демек, блогерліктің де бір пайдасы бар екен ғой деп ойладым. Аға, енді заң керек пе жалпы мына блогерлерге арналған? Жаңағыдай тыйым салу деген нәрсені де көтеріп жатқан адамдар бар. Біз енді мына парламенттік каникул кезінде жұртпен, халықпен кездесуге барамыз. Көп адам, енді бір ауданның әкімі айтады, ауданда 4 блогер бар дейді. Бүкіл жұмысымыз таңертең осы 4-еу біз туралы не жазады? Осыдан басталады. Содан ала шапқын болып бүкіл әкімдік сол 4 адам жағдайын жасау үшін жалпаңдаймызда жүреміз дейді. Міне, бір жағы аналар қалып кетпеу үшін мыналарын жазып отқанда дұрыс сияқты. Егер дұрыс жазса. Ал енді басы жоқ, аяғы жоқ, көзі жоқ, тек жаңағы қорқыту, үркіту, қоқанлық жасау, өз жеген қарақан басын пайдасы үшін жазатын болса, онда оның құны қаншалық. Міне сондықтан бұл жерде бір өзім жеке ойым бір бәріне уақыт керек сияқты. Тапсырыстық мақалаларға қалай қарайсыз? Бұрын ондай жалдамалы журналистер, жалдамалы мақала жазу деген болған жоқ қой. Бұл жалпы осылай тапсырысқа мақала жазу деген сияқты дүниелер бұл шын таланттарды өлтіріп алуға өзінің ықпалын тигізбей ме? Енді оны ары білет, өзінің азаматтығы білет. Ал енді оны да жазба, оны да істеме деп тағы да айта алмайсың ғой. Өйткені оның енді барар жер басар тауы қалмаса, ол енді сол тапсырыс арқылы күн көретін болса, соған өзінің өмірін, мамандығын арнайтын болса, енді өзінен ғана ғой. Қазір нарықтық экономика дейсіз ғой. Нарықтың жағдайында ондай нәрселер болады, және ол да бір өлместің күнін көріп отқан адамдардың әрекет шығар. Нұртөре аға, бұрын бір кездері сіз Ақжол газетінде бас редактор болдыңыз, содан кейін
белгілі бір уақыттан кейін Айқын газетіне ауыстыңыз. Осы үшін сіздің жалпы саяси көзқарастарыңызды өзгертуге тура келген жоқ па? Ақ жол деген не? Мен өзім ұғымда ол әділеттің жолы деп ойлаймын. Туралықтың жолы, тазалықтың жолы деп ойлаймын. Сондықтан ішкі ұстанымымда өзім мысалға біреуге қиянат жасамасам. Біреудің несібесін тартып алып, болмаса біреуді заржылатып, біреуді зарға қақтырмасам. Таза жүрсем, таза тұрсам, сосын еліме, мемлекетіме қызмет жасасам. Білім алдым. Тәжірибе жинақтадым. Бірақ ел, қазақтың елі, мемлекет, қазақтың мемлекеті, енді соған бір жерде бір жаңа түсіп жатқан жүкті бір көтерісуге, болмаса арбасын бір сүйреуге, азамат ретінде, адам ретінде ат салсам, маған сол жеткілікті деп ойладым. Сондықтан да енді саяси көзқарастар, саяси мәселе деген оны тым тереңдесек әріге кетіп қаламыз. Жалпы өзімнің өмірлік ұстаным біреуге пайдаң тиер тимес, бірақ зияның тигізбе деген нәрсе. Аға, енді қала билігіне көзқарасыңыз қалай? Бағасын енді халық бере жатады ғой, бірақ осы жасалып жатқан істерге өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Ол енді не жасалса, жақсылықты ешкім тартып алмайды. Сондықтан қаланың басшылығына осыған дейін қаншама азаматтар келді ғой. Әрқайсысы өзінің бір үлесін қосады, өзінің жоспары болады. Болмаса барлығы ана белгіленген бас жоспарға сәйкес осы қаланы дамыту, құрылысы, әлеуметтік мәселесі, басқа да жағдайлар. Мына урбанизация деген процесс бұл тоқтамайды. Қазір жақында ғана осы Қазақстанның жастары 4 миллионға жуықтады. 4 миллионның 2 миллион 600 мыңдайы бұл қала жастары, қалған ауыл жастары. Яғни ауыл жастарының үлес салмағы 1,5 миллион маңайында ғана. Демек қала жастары көбейді. Мен бір нәрсе ойландырады. Қала. Қазақтар келіп жатыр, қоныстанып, үй алып жатыр. Әйтеуір, қазір мысалға осы солтүстіктегі бірден бір қазағы көп қала осы Нұр Сұлтан қаласы. Шымкенттің өзінде ондай емес. Басқа ұлттың үлес салмағы ол жерде бар. Ал енді қала қазақтан бай тұр. Қала өмірі қазақтың, мысалы аулада балаларымыз орысша сөйлесе, қазақтың тілі жүрмесе, қала қалай қазақылану керек деп кейде ойланам, жатып алып. Өзбек мысалын қарайым. Махалла деген система бар, махалла. Бір квартал, махалла, 2-3 квартал жане махалла жүйесі арқылы бірігеді. Сол жердің жаңағы ақсақалы болады. Сол жердің жастарының басшысы болады. Барлығы бір-бірін біледі. Біздің қалада, мысалы, көрші пәтерде кім тұрып атқанын өмір бақи білмеуі мүмкін бізде. Қаланың қазақтану процесі жүріп жатқан жоқ бізде. Соны міне әкімдік, мысалға, осындай әр аудан бойынша, қазір Алматы, Астана қаласында аудандар көбейді ғой, 4 аудан бар ма? Сол әр ауданда сондай елдің басын біріктіретін және қазақтың мәдениетіне жақындататын, тұрмыстар салтына кәдімгі алып келетін шараларды, қоғамдық шараларды көптеп өткізіп әкімдік сол арқылы қаланың қазақтануын жүзеге асыру керек. Сол кезде дұрыс болады деп ойлаймын. Қазақстан мен Ресейге тән көрініс заң қабылдау органдарында әртістер, спортшылар, әншілер аз емес. Бұл өзі бір заман талабы ма? Енді халықтың таңдауына байланысты ғой, сайлаушылар кімді көргісі келеді, сондай болады ғой. Соған байланысты дейсіз ғой, да? Сосын енді ол жерде Ресей мен біздің неміз бөлекше ғой. Олар енді қанша дегенменен федеративті мемлекет болғасын, әр мемлекеттер автономиялық жаңағы нелер бар, солардың барлығы да ескеріледі. Бізде енді қазір сайлау, мәжілістің сайлауында, сосын жалпы мәслихаттардың сайлауында партиялық
жүйе арқылы қазір сайланатын болғандықтан соның ішінде мысалға үміткерлердің қатарында әртістер де болады, әншілер де болады, басқа да болады. Өйткені сайлаушылардың басым дауысын алу үшін ол енді кейде саяси технологияның да бір амалы болып саналады. Сондықтан енді несі бар мысалға болса, егер таза сол заң шығару қызметіне араласатын болса, оның үлесін қосатын болса, зиян жоқ қой деп ойлаймын. Аға, енді жалпы журналист болған жеңіл ме, әлде депутат болған оңайырақ па? Қай қайсының өз салмағы бар ғой. Елдің жүгі деген нәрсе бар. Журналист болсақ та, депутат болсақ та, жаңа елге қызмет ету деген нәрселер. Кейде бір мысалға ойлаймын, біз бір пафосный нәрсе сияқты елге қызмет ету деген ше. Бірақ шын мәнінде одан басқа жолың жоқ қой. Өз қазағыңа қызмет етпесең, кімге қызмет етесің? Сондықтан қандай жерде болсақ та, қандай қызметте болсақ та, қазақтың көркейгенін, қазақтың жыламағанын көру арман. Негізі менің өзім. Жетім жыламасын, жесір жыламасын. Жетім жоқ болсын, жесір де жоқ болсын. Депутат дегеннен шығады. Жалпы өзіңіздің жоспарыңызда бар ма алдағы парламент сайлауына түсесіз бе? Білмеймін, оны парламент сайлау қашан болады. Мен енді президенттің жарлығымен тағайындалғаннан кейін сенат депутатының өз конституциялық несі бойынша 6 жыл мерзім белгіленген. Соны енді абыроймен атқара алсақ, осының өзі де үлкен олжа ғой деп ойлаймын. Сұхбатымызға арнайы келіп уақытыңызды бөлгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Айтасыз бірдеңе? Оны көрермендер айтады. Рахмет енді, сіздерге рахмет.